Сәлем достар, сіздермен бірге мен Альбина. Менің YouTube асханама қош келдіңіздер. Мен сіздермен бүгін дайындалу жолы өте қарапайым әрі өте дәмді дүкендегі балмұздақтан бірде-бір кем емес балмұздақтың керемет рецептісімен бөлісемін. Ал сіздер видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдырып отырыңыздар. Ол үшін құрғақ таза ыдысымызға салқын сүтімізді құямыз. 300 грамм сүтіміз, қолдың сүтін құйсаңыздар да болады, алайда мен дүкендегі сүттен қостым және оған осы Роял компаниясының балмұздаққа арналған құрғақ смесін қосып, миксер болмаса қарапайым венчикпен де араластырсаңыздар болады. Миксермен ең төменгі жылдамдықтан бастап, жылдамдықты арттыра отырып 5 минут көлемінде жақсылап араластырасыздар. Көріп тұрғандарыңыздай, біздің бар жоғы 300 грамм сүтіміздің көлемі ұлғайып жатыр. Бізде 300 грамм сүттен 600 грамм балмұздақ шығады. Дайындалу жолы тіптен қарапайым, бірақ дүкендегі балмұздақтан бірде-бір кем болмайтын өте дәмді балмұздақты міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Сізге және сіздің отбасыңызға ұнайтынына мен өте сенімдімін. Дайындап, нәтижесін комментарий бөлімінде бөлісіп отырыңыздар. Осылай барлығын 5 минут көлемінде араластырғаннан кейін бізде осылай өз формасын ұстап тұратын қоюлығы орташа осындай масса шығады. Енді ол массамызды құрғақ әрі таза ыдысымызға салып, тоңазытқышқа қоятын боламыз. Мен осындай бір реттік ыдысқа құйып алдым. Мұздатқышта шамамен ең кемі жарты сағат қойыңыздар, 30 минутқа. Мен 3 сағатқа салып алдым. Мұздатқыштан шыққан, осындай дайын болған балмұздағымызды енді әдемі ыдысқа салып, отбасымызға ұсынатын боламыз. Егер сіздерде балмұздаққа арналған қасық болса, тіптен керемет болады. Алайда менде ондай қасық болған жоқ, сондықтан да қарапайым шай қасықпен осылай дөңгелетіп форма жасап алдым. Осылай алсаңыздар да болады. Балапандар әсіресе өте қатты қуанады. Балалармен бірге уақыт өткізіп, балалармен бірге жасасаңыздар, балаларға өте керемет эмоция сыйлайды. Осылай мен барлығын салып алдым. Енді әрі қарай безендіру өз еріктеріңізде. Мен осылай кондитерский посыпкамен әрледім. Қараңыздаршы, өте дәмді, өте керемет болып шықты. Видеоны соңына дейін қарап, қазақша контентті қолдағандарыңызға үлкен рахмет. Алда уақытта сіздермен өте дәмді, өте керемет рецептермен бөлісемін. Қалып қоймаңыздар. Ол үшін менің YouTube каналыма жазылып, қоңырауша белгісін басыңыздар.